Два слова, что такое? Ладно, давай. Баршаңызға сәлем, мен есімім Асқар, мен техникпін. Сәлем, мен Әнетпін, және де ұшақтың электрикасына жауап беремін. Бүгін сіздердің ең жиі сұрақтарыңызға жауап беріп, және де Air Астанаға қалай жұмысқа тұру туралы айтып береміз. Бұл инженерлерге топ 5 сұрақ. Біріншіден, үміткер 18 жастан жоғары болу керек. Екіншіден, ағылшын тілін жақсы меңгерген болу керек. Сонымен қатар жоғарғы авиациялық білімі болып, және де физика мен математиканы жақсы меңгерген болу керек. Жаңа біз жалпы талаптар туралы айтып өттік, дегенмен әр маманға қойылатын өзінің талаптары бар. Соған қарамастан жоғарғы білімі жоқ үміткерлерге қазіргі уақытта бізге жұмысқа тұруға мүмкіндік беріліп отыр. Мысалы, мектепті енді бітіріп, қолыңызда дипломыңыз жоқ болса, бірақтан сізде техника қызығушылығыңыз бар болса, онда сіздер Air Астанадан әуе техниктарды даярлау бағдарламасын қолданып, жұмыс істеп қана емес, сабақ оқи аласыздар. Толық ақпаратты сіздер job.airastana.com сайтында біле аласыздар. Әрине, қойған талаптарға сай болып, техникаға деген қызығушылық болса, қыздар да жұмыс жасай алады. Ұлдарға да, қыздарға да қойылатын талаптар бірдей. Мысалы, бізде Астанада 2 қыз механик болып жұмыс істейді. Инженерлерде жұмысымыз ауысымды, әр қалаға байланысты графиктарымыз әртүрлі болуы мүмкін. Астанада 2 күн жұмыс істеп, 2 түн жұмыс істеп, 4 тәулік бойы демаламыз. Шымкентте график дәл сондай, және де бұл график маған өте ыңғайлы. 4 күн демалысымда мен өзімнің жеке жұмыстарымды бітіріп аламын. Air Астанада бүгінгі күні ұшақтың 3 түрі бар: Airbus, Embraer және Boeing. Әр инженер әр ұшақтың түріне жеке оқытылып, дайындатылады. Уақыт өте тәжірибе жинаған соң, және де компанияның қажеттілігіне байланысты инженер басқа типке де оқытылады. Мысалы, қазіргі кезде менде Airbus және Boeing типтерінде жұмыс істеуге EASA халықаралық ұйымының рұқсаты бар, бірақ Embraer жоқ. Ал менде авионик ретінде Airbus пен Embraerға бар, бірақ Boeingқа жоқ. 25 жылға дейін Boeing 787 Dreamliner ұшағын күтеміз. Және де сол әуе кемесі келмей тұрып, инженерлер халықаралық сертификаттар мен рұқсаттар қолында болу керек. Академияның соңғы курсында оқып жүрген кезде Air Астана сайтына кіріп, өз резюмемді жібердім. Содан бері 4 жыл өтті. Ал мен алдын мұнай саласында механик болып жұмыс жасағанмын. Қазіргі уақытта компанияда жұмыс жасағаныма 5 жыл болды.